Алла тағаланың әр Раззақ есімі. Алланың бұл есімі ризық, ас, ризық деген сөзден шыққан. Әрбір адам Алладан алдын ала белгіленген ризықпен, яғни өмір сүруі мен өмірінің жалғасу үшін қажет нәрсемен дүниеге келеді. Өмір бойы Алла тағала өзінің әрбір жаратылыстарына алдын ала белгіленген мөлшерде ризық белгілейді, және ешкім өзіне алдын ала белгіленген ризықтан артық немесе кем ала алмайды. Сондай-ақ, әр Раззақ есімі күшейтпелі үлгіде келуі себепті қайта-қайта үзбей, бәріне ризық беруші деген мағынаны да қамтиды. Қазақша аудармада ризықтандырушы, ризық несібе беруші, ризық беруші деп аударылған. Бұл есім Құранда бір рет келген. Алла тағала әз-Зарият сүресі 58 аятында: «Инналлаха хуар раззақу зул қуатил матин». Шын мәнінде Аллах ол ризықтандырушы, күш-қуат иесі, өте мықты деп, өзін әр Раззақ деген атпен бір жерде атап өткен. Тағы бір аятта. Худ сүресі 6 аят: «Уәмә мин дәббәтин фиил әрди илля ялаллахи ризқуха уә яләму мустақараха уә мустәудаяха кулун фи китабин мубин». Жер жаһанда ризығы Алладан келмейтін бірде-бір қыбырлаған тіршілік иесі жоқ. Сондай-ақ ол, әрбір тіршілік иесінің анасының құрсағынан бастап бұл дүниеде, жүріп тұратын жерінде, өлетін, һәм қойылатын жерінде нақты біледі. Мұның барлығы анық кітапта, ләухул махфузда жазулы. Деген. Алла тағала адамдарға жер бетінде керемет өмір сыйлап, оларға сансыз сұлулық пен игіліктерді жаратты. Мысалы, Алла тағала адамдарға жерде өздері өсірмесе де, жеміс-жидектер мен дәнді дақылдардың көптеген түрлерін өсіріп қойған. Олардың алуан түрлілігі көздің жауын алып, жүректі қуантады. Түрлі түсті әдемі жемістер мен көкөністердің дәмдері де өте тәтті және бір-біріне ұқсамайды. Көгілдір қара теңіздердің тереңдігі әртүрлі және дәмі әртүрлі мыңдаған балықтарға толы. Мұның барлығын адамдарға Алла бергендіктен ол өзінің тағы бір есімі ар-Раззақ, яғни тамақ беруші, ризықтандырушы екенін білдіреді. Сондай-ақ Алла тағала адамдарға тамақ ретінде жер бетіндегі жануарлар мен аспанда ұшатын құстардың етін де береді. Малдың ішегінен олар үшін ең таза сүт шығарады, араларды бал өндіруге шабыттандырады және онымен қуанышқа бөлейді. Осының бәрін Алла адамдарға өз мейіріммен береді. Бұл біздің қазір өмір сүріп жатқан жердегі жағдайымыз. Ал шынайы өмір бар жұмақта біздер үшін бұдан да керемет нәрселер дайындалған. Құран кәрімнің Сәжде сүресінің 17 аятында Алла тағала мүміндер үшін жәннат нығметтерінің артықшылығын адамдарға былай деп баяндайды: ешбір жан, істеген істерінің сауабы ретінде көз қуанышынан жасырынған нәрсені білмейді дейді. Құранда да Раббымыздың жерді мейірімінен айырса, жер жеміс бермей, жаңбыр суаруды тоқтатып, жер өлі шөлге айналар еді деген ескертуі бар. Бірақ Алла шексіз мейірімді. Алла тағаланың адамдардың мейірімге толы өмір үшін жасаған мейірімдерінің барлығын санап шығу мүмкін емес. Сондықтан Алла тағала бізге былай деп ескертеді: О, адамдар! Алланың саған деген мейірімін есіңе ал. Алладан басқа сендерге жер мен көктен қажет нәрсені шығаратын жаратушы бар ма? Одан басқа тәңір жоқ. Сонда неге сонша жирендіңіз? Фатыр сүресі 35 аят. Араб тіліндегі әр ризық сөзінің негізгі мағынасы пайдалануға жарайтын нәрсе. Бұл сөз қазақ тіліндегі ризық, несібе деген мағынада дедік. Ал Алла есіміне қатысты мағынасына тоқталар болсақ, ризықтандырушы, ризық беруші деген мағынаға жақын. Басқаша айтқанда ол ризықты жаратушы, сосын өзі жаратқан жаратылыстың бәріне толықтай тиісті ризығын үлестіріп, азық ауқатын реттеуші. Аллахтың ризығы мұсылман мен кәпір, үлкен мен кіші, ауру мен сау талғамайды, бәлкім бәріне тегіс беріледі. Аллах тағала Құранда: Аллах сендерді жаратқан, сосын ризықтандырған, сосын сендердің жандарыңды алады, сосын қайта тірілтеді. Рум сүресі 40 аят. Бұл аятта жаратудан кейін міндетті түрде әр пенденің, әр жандының ризығын беретінін айтқан. Сонда олар Аллахтың жер бетінде қандай жаратылыс болса да оның ризығын Аллах қана үлестіреді деген сөзіне құлақ аспағаны ма? Ақылы болса өзіне келіп жатқан ризықтың қайдан қалай келіп жатқанына көз салса несі кетереді? Бәлкім біреуге жеткен ризық екіншіге, екеуге жеткені төртеуге жетеді. Әр адам жаратылып, онымен бірге оның ризығы да жаралған.
Ризық деген тек ішіп-жем тағам емес, бәлкім пенденің қол астындағы барлық мүлігі, оның тұрағы мен киімі, бала-шағасы мен туыстары, демалуы, күлуі және тағы басқа нәрселер де жатады. Бұл жалпы құлдардың бәріне де беріледі әрі өткінші ризық деп аталады. Ризықтың екінші түрі мәңгілік пайдасы бар, жүректі азықтандырушы ризық, яғни білім мен дін. Ризықтың бұл түрі тырысушы мұсылман, мүмин құлдарға беріледі. Сөзімізге дәлел келтірер болсақ, Аллах тағала Ибрахимге, мен сені адамдарға басшы қыламын дейді. Бақара 124 аят. Яғни дін саласында Ибрахимге басшылықты ризық етіп, тура жол мен анық сенімнің имамы қылуға сөз берген. Осы кезде Ибрахим, ұрпақтарынан да ете гөр деп тілеп еді. Аллах тағала, ұрпақтарыңнан залымдар бұл сертіме қол жеткізе алмайды деп жауап қатады. Бақара 124 аят. Демек, дін, тура жол ризығы тек тырысушы, ізденуші, талпынушы мұсылмандарға беріледі, ал зұлымдыққа, серік қосуға жақын жандар ризықтың бұл түрінен мақұрым қалады екен. Сосын Ибрахим дұға қылып, Раббым, бұны бір тыныш қала қыла гөр және оның тұрғындарынан кім Аллахқа және ақырет күніне иман келтірсе, оларды әртүрлі өнімдермен ризықтандыр деп жалбарынады. Бақара сүресі 126 аят. Ибрахим Аллахтан ризық сұрағанда тек Аллахқа иман келтіріп, ақыретке сенгендерді атап өткен болатын. Сол үшін Аллах тағала кәпірлерге де ризық беремін дейді. Яғни ризықтың өткінші түрі мұсылман кәпір талғамайтынын меңзеп айтқан. Осы аятты оқыған кейбір кәпір, дінге бойсұнбаған, Аллахқа иланбаған жандар, Аллах бәріне бірдей ризық берсе болғаны, одан артық не керек деп өзіне басу айтуы ғажап емес. Аллах аса жұмсақ, тым кешірімшіл. Аллах елшісі салаллаху алейхи уә сәлләм бір хадисінде, айтылған жамандыққа Аллахтан артық шыдайтын ешкім жоқ. Біреулер оны баласы бар деп балағаттайды, бірақ Аллах соның өзінде оларды кешіріп, ризықтандырады деген. Муслим. Аллахтың біреуді шексіз бай қылып, біреуге азғана мүлік беріп, кедей қылуы шексіз даналығының нәтижесі. Құранда бұл жайында, Аллах ризық беруде біріңді біріңнен артық қылды делінген. Нахл сүресі 71 аят. Аллах тағала байлыққа лайықты адам мен лайықсыз адамды білуші, әрі байлық беріле қалса жағдайы қандай болатынынан хабардар. Біреуге байлықтың берілуі оның абзалдығы емес, бәлкім көтере алушылығының арқасы, ал байлық берілмегені оны көтере алмайтынның белгісі. Біреудің басы кедейлікке душар болса жағдайы нашарлап, азғындыққа ұшырауы мүмкін, ал енді біреуі байлыққа қол жеткісе шектен шығып, бұзықтықтардың кілті болуы да ғажап емес. Байлық пен кедейлік Аллахтың даналығының нәтижесі. Құранда, егер Аллах құлдарына ризықты кеңейтіп жіберсе, әлбетте жер бетінде бүліншілік шығарады дейді. Шура сүресі 27 аят. Өзіне қажетті малдан артық ақша, артық байлық көп қалса шектен шығып, жер жүзінде бүліншілік жасап кетуі мүмкін. Сол үшін аят жалғасында, бірақ қалаған мөлшерде ризық береді деп, адамдардың қай жағдайы болса да Аллахтың өлшемімен берілетінін білдірген. Себебі Аллах өзінің құлдарынан хабардар, әрі оларды көруші. Шура сүресі 27 аят. Аллах тағала Құранда, кімде-кім Аллахтан қорқатын тақуа болса, оған Аллах шығар жол тауып береді, және оны ойламаған жерден ризықтандырады деген. Талақ сүресі 2-3 аяттар. Аллахтың ізге құлдар үшін әзірлеп қойған жәннаты, құлақ естімеген, көз көрмеген, суреттеп айту мүмкін болмаған бақтары ризықтың ең ұлы түрі. Сол үшін де ұлы Раббымыз Құранның көп жерінде жәннатты ризық деп атаған. Құранда иман келтіріп, ізгі іс істегендерге сыйлық берілу үшін. Міне солар үшін жарылқау, көркем ризық бар делінген. Сәбә сүресі 4 аят. Аллахым, біздің өзіңнің жәннатыңа кіргізіп, ұлы ризыққа қол жеткізген құлдарыңның қатарына қоса көр. Бұл есімді Аллахтан өзге ешкімге тануға болмайды. Қасиетті Құранда Алла тағала былай деген: Аллахқа иман келтіріп, ізгі іс істегендерді Алла тағала оларды өзендер ағатын жәннат бақшаларына кіргізеді. Олар сонда мәңгі қалады. Алла тағала олардың тағдырын керемет етіп қойған. Талақ сүресі 11 аят. Бұл ескерту, ал тақуалардың қайтып оралатын керемет жері, жәннат бақтары, олардың алдында есіктері ашылады. Олар сол жерге сүйеніп, мол жеміс-жидек әкелуді сұрайды. Олардың қасында мұңайып қараған құрдастар болады.
Бұл есеп айырысу күні саған уәде етілген нәрсе. Бұл біздің таусылмайтын тағдырымыз. Саад сүресі 49-54 аяттар. Расында, Раббысына шын ықыласпен құлшылық еткен Құдайдан қорқатын құлдар келесі өмірде Алланың еншісіне ие болады. Бұлар өз көздерімен көрмеген мейірімді құлдарына уәде етілген адн жәннаты бағы болады. Расында, оның уәдесі орындалады. Олар онда бос сөзді естімейді, бірақ тыныштық сәлемін естиді. Олар үшін таңертең және түстен кейін олардың сыбағасы дайындалады. Бұл Алладан қорқатын құлдарымызға мұра етіп беретін жәннат. Мәриям сүресі 61-63 аяттар. Ризық несібені арттыратын 3 дұға. Кейде Алла тағала әлдебір пендесінің ризығын тарылтып қояды. Мұнда бір жасырын даналық бар. Кейін бұл даналық ашылып жатады, ал кейде құпия күйінде қала береді. Алла тағала тарапынан болар мұндай сынақтарды адамдар әртүрлі қабылдап, әртүрлі әрекет етеді. Алла тағалаға иман келтіргендер сабырлық танытып, оған тәуекел етеді. Қасиетті Құранда былай айтылған: сендердің несібелерің әрі уәде етілген нәрселер көкте. Az-Зарият сүресі 22 аят. Мүміндер Алла тағаладан олардың алдынан ризық несібе есіктерінің айқара ашылуын, қанағат сезімінің көбеюін және тұрмыс ауыртпашылығын жеңе білуде төзімділіктерінің нығаюын тілейді. Ибн Аббас радиаллаху анху пайғамбарымыздың салаллаху алейхи уәсәләм былай айтқанын келтірген: кімде-кім үнемі кешірім сұрайтын болса, Алла оған қиын жағдайдан шығудың жолын көрсетеді, уайым қайғысын жеңілдетеді, әрі ол күтпеген жерден оған несібе жібереді. Ахмад, Әбу Дәуд, Ан-Насаи. Бірінші дұға. Аллахумма атина фи дуния хасанатан ва фил ахирати хасанатан ва қина азабан нар. Уа Алла! Бұл дүниеде және о дүниеде қайыр бере көр, тозақ отыңнан сақтай көр. Әл-Бұхари, Мүслим. Екінші дұға. Үммі Салама радиаллаху анху. Пайғамбарымыздың салаллаху алейхи уәсәләм таң намазын оқып болып, сәлем дұғасынан кейін келесі дұғаны айтатынын келтірген: Аллахумма инни ас'алука илман нафиян уа ризқан тайибан уа амалан мутақаббалиян. Уа Алла, ақиқатында сенен пайдалы ілім, қайырлы несібе және қабыл болатын амал тілеймін. Ахмад, Ибн Маджа, Ан-Насаи, Ат-Табрани. Үшінші дұға. Я Алла! Мені кешіре көр, маған рахым ете көр, мені тура жолға бастай көр, мені өзің оңдап, маған есендік бер. Маған ризық несібе бер, әрі мені жоғары дәрежеге көтер. Аллахумма ғфир ли, вәрхамни, вәхдини, вәжбурни, уафини, вәрзуқни, вәрфәни.